Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Біз кәсіби қазақ тілі пәні бойынша келесі сабағымызды бастаймыз. Бүгін 8-ші сабақ қышқылдық жауын-шашындар мен атмосфералық ластанудың орманға әсері тақырыбында сөз қозғаймыз. Қышқылдық жауын-шашындар деп атмосфераның антропогендік химиялық ластануының нәтижесінде қышқылдық дәрежесі жоғары жаңбыр мен қардың жауынын айтады. Осындай жауын-шашынның арқасында су қоймалары мен топырақтың қышқылдығы көтеріледі. Бұл жағдай топырақтың өнімділігін азайтып, судағы тіршілік жағдайларын қиындатады. Қышқылдық жауын-шашынға әкелетін негізгі себеп күкірттің қос тотығы. Күкірт ангидриді су буларымен қосылып, күкірт қышқылының ерітіндісіне айналады. Осы сияқты көміртектің қос тотығы мен азот тотықтарынан көмір және азот қышқылдары түзіледі. Бұларға органикалық қышқылдар мен басқа да заттар қосылып, қышқылдық әсері бар ерітінді қышқылдық жауын-шашындар пайда болады. Қышқылдық жауын-шашындар Скандинавия елдерінде, Англияда, Германияда, Бельгияда, Данияда, Польшада, Канадада және ақш-тың солтүстік аймақтарында жиі болып тұрады. Ресей территориясында мұндай жаңбырлар Норильск, Челябинск, Красноярск және басқа да өндірісті аймақтарда кездеседі. Кейбір қалаларда жаңбыр қышқылдығының 70-90% автотранспорты ластануға байланысты болады. Мысалы, Санкт-Петербургте жаңбыр суының қышқылдығы 4,08-ден 3,17-ні құрайды. Қышқылдық жауын-шашындардың әсері әртүрлі. Олар топыраққа, су экожүйесіне, өсімдіктерге, архитектуралық ескерткіштерге және тағы басқа да нысандарға зиянды әсер етеді. Бұл факторлар орман ағаштары мен басқа да өсімдіктерге орасан зор зиян келтіреді. Қышқылдық жауын-шашындар топырақ пен өсімдіктерден биогенді элементтердің, қанттардың, ақуыздардың, амин қышқылдарының азаюына әкеледі. Олар ағаштардың сыртқы қабақтарын бүлдіріп, ішіне патогендік бактериялар мен грибтардың кіруіне және олармен қоректенетін көптеген жәндіктердің пайда болуына жағдай жасайды. Осының нәтижесінде фитоценоздардың өнімділігі төмендейді. Кейде олардың жаппай жойылып кетуі де мүмкін. Осындай жаңбырлардың әсерінен алюминий мен басқа ауыр металл иондарының әсері күшейеді, ағаш түптерін бүлдіреді, инфекциялардың кіруіне жағдай жасайды. Нәтижесінде ағаштардың тым ерте қартаюы орын алады. Қышқылды жауын-шашын әсеріне шыршалы ағаштар аса сезімтал келеді. Атмосфера мен топырақтың ластануынан Германия, Швеция, Финляндия, Австрия, Польша, Канада, ақш елдерінде көптеген орманды аймақтарға жойылу қаупі төніп тұр. Алғаш 1980 жылдардың басында Германияда ормандардың жаппай бүліну фактісі орын алды. Осы кезде шыршалы ағаштардың 80-90%, ал жалпы басқа барлық ағашты өнімдердің 10% бүлінді. Ресей территориясында 1,5-2 миллиард гектар орман бүлінген. Негізгі бүліну аймақтары Норильск, Мончегорск, Братск аудандарында. Тақырыпқа сай мәтінді танысып болған соң, тапсырмаларды орындауға көшеміз. Бірінші тапсырма. Мәтіннен қышқыл сөзімен тіркескен сөздер қатарын анықтаңыз. Орыс тіліне аударып, мәнін түсіндіріңіз. Мұнда қышқыл түбірі бар бірнеше сөздер мен сөз тіркестері берілген. Осылардың қайсысы мәтінде кездеседі? Мәтінде кездесетін сөздерді анықтап, оларды орыс тіліне аударамыз. Аудармасын мына ұяшықтарға арнайы жазамыз. Әрбір ұяшыққа жазылып болған соң, өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма, мәтінді оқыңыз, ақпаратты сәйкестендіріңіз. Қышқылдық жаңбыр келеді. Бұл сөйлемде 1, 2, 3, 4, 5 сөзден құралған сөздер тіркесімі сәйкес келуі керек. Бұларды мына төменгі берілген ұсынылған сөздер мен сөйлемдерден, тіркестерден әкеп былайша қоя береміз. Мысалы, қышқылдық жауын-шашын немесе қышқылдық жаңбыр
әсеріне деген сияқты мына төмендегі қажетті сөздер мен сөз тіркестерді әкеліп орналастыруға болады. Бірақ бұндағы сөйлемдердің құрылымы мәтінменен сәйкес болуы керек, немесе олардағы мәтіндегі логикалық байланысты сақтауы тиіс. Ұяшықтарды қажетті ақпаратпен сәйкестендіріп толықтырған соң, өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. Үшінші тапсырма. Қышқылды жауын-шашын әсеріне шыршалы ағаштар аса сезімтал келеді. Осы сөйлемнің мәнін түсіндіру керек. Бұл ой қозғау. Біз төменде 7 ұяшық арқылы етістіктерменен бұл шыршалы ағаштардың сезімталдығына деген әрекеттерін көрсеттік. Яғни осындағы мына бос орындарға мәтінге сай ақпаратты толтыру керек. Бірақ бұнда біз шырша ағаштарының сезімталдығы жайында мәлімет беруіміз керек. Мәліметтерді толтырып болған соң, өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. Төртінші тапсырма. Бейне жазбаменен танысып, жаңбырдың кереметі жайлы әңгімелеңіз. Ее называют прозрачной симфонией, основой жизни из школьных времен. Всем известна ее формула H2O, но мы напомним вам о несколько других цифрах. Наш организм на 75% состоит из воды, потому за ее качеством стоит следить не менее, а возможно и более тщательно, чем за качеством пищи. По данным ООН, сегодня в мире около 88 миллионов людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а около 2 миллионов не имеют возможности использовать даже водопроводную. Человеческий организм как аквариум, который на 2/3 заполнен водой, и чем больше ему лет, тем страшнее выглядит осадок на его стенках. И если мы не будем его чистить и доливать качественную воду, все живое рано или поздно в нем умрет, а сам аквариум можно будет разбить или выбросить. Мы дышим грязным воздухом, едим искусственную пищу и пьем мертвую некачественную воду. Но если экологию мы исправить не в силах, то следить за качеством пищи и употребляемой нами воды вполне реально. Тем более, что именно вода задает тонус всем процессам в организме. Она основной источник энергии, и только с водой усваиваются все полезные макро- и микроэлементы и витамины. Но знаете ли вы, что попадая в организм человека, загрязненная вода вызывает около 80% болезней и на 30% ускоряет наше старение, а многие детские недуги, согласно исследованиям экспертов, и вовсе напрямую зависят от употребления токсичной воды. Согласитесь, не так часто мы задумываемся над тем, какой путь проходит вода, прежде чем потечет из кранов. Ее источником служат водохранилища, скважины и реки, расположенные возле городов. Городские водоканалы нам со станции дают чистую воду, которая перед тем, как попасть к нам в дом, через кран проходит долгий путь по трубам. Но вам приходилось когда-либо видеть водопроводные трубы в разрезе после года использования? К сожалению, государство не может заменить полностью все трубы, через которые вода поступает к нам в дом. Процесс очень трудоемкий и дорогостоящий. Трубы по нормам меняются в доме в ходе капитального ремонта один раз в 20, а то и в 30 лет. Эта глобальная проблема существует везде, поэтому рекомендуется дополнительно использовать различные системы очистки воды. Задумайтесь, если бы проблемы не было и везде была бы исключительно чистая вода, то никто и нигде не продавал бы системы очистки воды. Ведь всего лишь одним глотком можно впустить в организм добрую половину таблицы Менделеева, соединение железа, марганца и даже остатки нефтепродуктов. Причем такая химическая атака вовсе не безобидна. К примеру, если в организм поступает от 2 до 4 миллиграммов железа в сутки, примерно лет через 10 возникает серьезный риск появления опухолей. И это при том, что каждый год в мире синтезируются десятки тысяч новых химических соединений, а сбросы с химкомбинатов, разливы нефти, гербициды и пестициды сельскохозяйственных полей, канализационные утечки давно стали постоянными спутниками цивилизованного общества. По сетям от водоочистных сооружений до наших кранов вода течет многие километры, и чем удаленнее ваш дом от фильтрационной станции, тем ниже качество воды, которую употребляете вы и вся ваша семья.
Водопроводная вода хлорируется на станциях водоочистки для того, чтобы мы не заболели тифом, холерой, дизентерией, но и относительно безобидный, по мнению некоторых, хлор может нанести серьезный удар по нашему здоровью. По оценке американских ученых, 20 онкозаболеваний на миллион человек возникают не из-за сигарет или алкоголя, а именно по вине хлорсодержащих веществ в питьевой воде. А риск заболеваний раком в соседней России из-за хлорирования H2O и вовсе достигает почти 500 случаев на миллион жителей. Предполагается, что в среднем каждый 4-й случай онкозаболеваний обусловлен потреблением питьевой воды. Тыңдаған бейне жазбағымен сәйкестендіріп, мына бос орындарға қажетті ақпаратты жазып шығыңыздар. Мәліметті толтырып болған соң, өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. 5-ші тапсырма. Сөздік қолданыстарға негізделіп эссе жазыңыз. Ауа райы түзеліп келеді, топырақтың өнімділігі, жел басылды, судағы тіршілік, аяз болып тұр, зиянды қалдықтар, бүгін күн қақап кетті, бактериялар мен грипптер, су қоймалары мен топыраққа әсері, қар мол түсті, биыл қыс өте суық болады, қышқылдығы көтеріледі. Бұл жағдайды қиындатады. Осы сөздік қолданыстар сіз жазылған эсседе бүгінгі тақырыпқа сай және де мына бейне жазбадағы айтылған оймен бірге сабақтастырылып логикалық байланыста түзілгені жөн болар. Тапсырмаларды орындап болған соң, өз біліміңізді тексеру үшін тест тапсырмаларын орындаңыз. Мәселен, қышқылдық жауын-шашынға әкелетін негізгі себеп бұл күкірттің қос тотығы. Дәл осылай, ары қарай өздеріңіз тест бойынша жауап беріп, дұрыс жауабын анықтаңыз.